Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашылы. Біздің бүгінгі шығарылым осы аптаның соңында болатын Қытайдың Макао қаласында өтетін UFC Fight Night'қа арналмақ. UFC Fight Night'тағы басты main event бұл ерлер арасындағы 135 фунт салмаққа дейінгі, яғни 61 кг салмаққа дейінгі өтетін топ 5-ке кіретін қос мықты жауынгер арасында өтетін керемет кездесу. Бұрынғы осы салмақта чемпион болған ресейлік қазақстандық менеджер Саят Абдрахмановтың қол астында жаттығатын ресейлік Петр Ян мен оның қарсыласы 125 фунт салмақта, яғни 57 кг салмақта бұрын 2 мәрте чемпион болған бразилиялық Дейвисон Фигередо арасында өтетін керемет кездесу достар. Co-main event бұл әйелдер арасында 115 фунт салмаққа дейінгі, яғни 52 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Бұрынғы титулға үміткер Қытай қызы Ян Шанан мен оның қарсыласы топ 10-қа кіретін бразилиялық Табата Ричи арасында өтетін өте тартысты кездесу достар. Бұдан бөлек бұл Fight Night'та біздің екі қос қандас бауырымыз Балғын Жеңісұлы мен Мақсат Қайсар өнер көрсететін болады достар. Достар, осы шығарылым барысында біз бас-аяқ 6 кездесуге тоқталатынбыз. Кездесулердің әрине шымылдығын ашатын кездесу бұл ерлер арасында 155 фунт салмаққа дейінгі, яғни 70 кг салмаққа дейін өтетін керемет кездесу достар. Бұл жерде біздің қандасымыз Қытайдағы қандас бауырымыз Мақсат Қайсар мен оның қарсыласы бразилиялық Николас Мотта арасында өтетін тартысты кездесу достар. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі деліп, бұл кездесуде 50-50 деп бағалап отыр. Яғни қай жауынгер болсын өзіне жеңісті тартып алуы әбден мүмкін. Біздің Мақсат бауырымыздың біз білетіндей бұл жауынгердің жалпы бокс стилі мен тік тұрып соғысу стилінің өте керемет дамығандығын білеміз. Ал Николас Мотта бразилиялық жауынгерлерге тән, әрине бұл жауынгердің джиу-джитсу мен сонымен қатар грэпплинг стилі өте керемет дамыған. Осыған да байланысты болу керек, сарапшылардың ойы бойынша бұл кездесу 50-50 деп бағаланып отыр. Ал біз әрине қандасымыз Мақсат Қайсардың жеңісіне үміттенетін боламыз достар. These days maybe someone dropping him on his ass. Екінші тоқталатын кездесу достар, бұл Азиядағы Road to UFC турнирінің финалы болмақ. Яғни осы турнир арқылы Азия жауынгерлеріне UFC-ге жолдама берілмек. Яғни осы турнирдің финалында 135 фунт салмақта ерлер арасында Қытайдағы тағы бір қандасымыз өнер көрсететін болады. Яғни Қытайдағы қандас бауырымыз Балғын Жеңісұлы оңтүстік кореялық Ю Су Йонға қарсы өнер көрсететін болады. Сарапшылардың пікірі бойынша бұл кездесуде 50-50 деп бағаланып отыр. Ю Су Йонның атап айтатын нәрсесі бұл жауынгердің жалпы тік тұрып соғысы мен бокс стилі өте керемет дамыған. Ал біздің Балғын Жеңісұлының артықшылықтарына тоқталатын болсақ, бұл жауынгердің әрине әрбір қазақ жауынгерлеріне тән күрес стилі мен жалпы грэпплинг стилі өте жоғары деңгейде екенін атап өтуіміз керек. Жалпы бұл кездесуде әрине жоғарыда атап өткен Мақсат Қайсар секілді біз өзіміздің қандасымыз Балғын Жеңісұлының жеңісіне үміттенетін боламыз. Әрине осы жеңіс арқылы біз UFC-ге жолдама алады деген үміттеміз достар. Қытайлық қазақ Балғын Жеңісұлы! Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу ерлер арасында 205 фунт салмаққа дейінгі, яғни 93 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу достар. Топ 10-қа кіретін қос жауынгер. Нөмірі 8-ші орында тұрған Швейцарияның атынан өнер көрсететін түрік бауырымыз Волкан Өздемир мен нөмірі 10-ші орында тұрған Жаңа Зеландияның атынан шығатын аса ауыр жұдырықты Карлос Ульберг арасында өтетін керемет кездесу достар. Бұл кездесуде сарапшылардың барлығы дерлік Карлос Ульбергтің фаворит ретінде көріп отыр. Жалпы Волкан Өздемирдің артықшылықтарын тоқталатын болсақ, бұл жауынгердің әрине бокс стилі мен тік тұрып соғысу стилі өте керемет дамыған. Оған қоса бұл жауынгердің жалпы грэпплинг стилінде атап өтуіміз керек. Ал Карлос Ульбергтің жалпы бокс стиліндегі тік тұрып соғысу стилін атап өтуіміз керек. Бұл жауынгердің әрбір шайқасы нокаут пен техникалық нокаутқа толы. Осыған да байланысты болу керек. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі делік Карлос Ульбергті фаворит ретінде көріп отыр. Менің ойымша да бұл кездесуде Карлос Ульберг Волкан Өздемирді техникалық нокаут болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі керек деп ойлаймын.
Одан кейінгі кездесу достар, бұл ерлер арасында 170 фунт салмаққа дейінгі, яғни 77 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Қытай атынан өнер көрсететін Сон Кенан мен оның қарсыласы Ресей атынан өнер көрсететін тағы бір дағыстандық кунг-фу патшасы Муслим Салихов арасында өтетін керемет кездесу. Сарапшылардың көбісі делік бұл кездесуде Муслим Салиховты фаворит ретінде көріп отыр. Менің ойымша бұл кездесу жалпы тең дәрежеде өтуі тиіс. Өйткені Сон Кенанның да жалпы тік тұрып соғысу стилінің өте жоғары екендігін білеміз. Жалпы бұл жауынгер олқылықтарға орын бермейтін болса, Муслим Салиховқа тең дәрежеде жекпе-жек көрсетуі керек. Естеріңізге сала кетейін, дәл осы Сон Кенан кезінде UFC 285 турнирінде 2023 жылдың наурыз айында Иэн Герриді нокдаунға түсірген болатын. Ал Муслим Салиховтың жалпы бұл жауынгердің басқа дағыстандықтарға қарағанда ерекшелігі, бұл жауынгер көбінесе бокстасу, сонымен қатар тік тұрып соғысу стилін өте жақсы көретін жауынгерлердің бірі достар. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл әйелдер арасында өтетін co-main event. Яғни әйелдер арасында 52 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Нөмірі 2-ші орында тұрған Қытай жауынгері UFC 300 турнирінде дәл қазіргі чемпион Жан Вейлиге тең дәрежеде жекпе-жек өткізген Ян Шанан мен нөмірі 10-ші орында тұрған бразилиялық Табата Ричи арасында өтетін керемет кездесу. Біз білетіндей Ян Шанан жалпы грэплинг стилі мен оның тік тұрып соғысу стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Ал Табата Ричидің әрбір бразилиялық жауынгер аруға тән джиу-джитсу мен сонымен қатар грэплинг стилі және де күрес стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтуіміз керек. Сарапшылардың көбісі бұл кездесуде жалпы 50-50 деп бағалап отыр. Ал менің ойымша бұл кездесуде дәл қазіргі сәтте хайпта жүрген жауынгер қыздардың бірі Табата Ричи жеңіске жетіп, топ 3-ке бірден топ ете түсу керек достар. Одан кейінгі біздің тоқталатын басты main event достар, бұл ерлер арасында 135 фунт салмаққа дейінгі, яғни 61 кг салмаққа дейінгі өтетін, беске кіретін қос жауынгер арасында өтетін керемет кездесу достар. Бұрынғы чемпион ресейлік нөмір 3-ші орында тұрған Петр Ян мен бұрынғы 125 фунт салмақта чемпион болған, дәл қазіргі сәтте 61 кг салмақта нөмірі 5-ші орында тұрған бразилиялық Дейвисон Фигередо арасында өтетін керемет кездесу достар. 134, the official weight for Petr Yan. Біз білетінде Петр Ян да жалпы бокс стиліндегі ұрысты жақсы көреді. Сонымен қатар Дейвисон Фигередо да жалпы тік тұрып соғысу мен бокс стилін өте жақсы көретін жауынгерлердің бірі. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі делік Петр Янда анық фаворит көріп отыр достар. Ал менің ойымша бұл кездесуде Дейвисон Фигередо төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін Петр Ян анық фаворит деп, бірақ менің ойымша Дейвисон Фигередоның бокстасу стилі мен оның күрес стилін, сонымен қатар грэплинг стилін жоққа шығаруға болмайды. Петр Ян өзінің соңғы кездесуін осы жылдың наурыз айында UFC 299 турнирінде қытайлық Сон Ядоңды төрешілердің шешімімен жеңген болса, ал Дейвисон Фигередо осы жылдың тамыз айында Абу-Дабиде өткен Fight Night'та Марлон Чито Вераны төрешілердің шешімімен жеңгенін білеміз достар. Ты серьезно? Достар, жалпы осы main eventке, яғни Петр Ян мен Дейвисон Фигередо арасында кездесуге байланысты ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Сонымен қатар қандастарымыз Балғын Жеңісұлы мен Мақсат Қайсардың қатысуымен өтетін кездесулерді жіберіп алмаңыздар достар. Бастысы каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Келесі UFC 310 турнирінде жолыққанша достар.